Сәлеметсіздер ме оқушылар? Бүгінгі жаңа сабақ, үшінші сабақ. Отан. Ойлайтын ылғи қамыңды. Әкең де сенің отаның. Сенің қамыңды, жағдайыңды ойлап жүретін ол әкең. Ол әкең де сенің отаның сияқты. Ақ сүтін берген аямай, анаң да туған отаның. Яғни, ақ сүтін беріп, әлпештеп, аялап өсірген анашың да сенің туған отаның сияқты. Себебі, саған жақын адамдар, ата-анаң, бәрі де отаның сияқты. Бәрі де сенің туған отаның. Бауырың, туыс, тумаң да отаның сенің біл бала. Алыстап арман қуғанда намысын оның былғама. Яғни, отан деген ол сенің бауырларың, туыстарың, ағайындарың. Жаттаған ғажап жырларың, оқыған мың сан кітабың, ұқтырар отанның мәнін, ұқпасаң оны жұтадың. Шығатын өзің тауларда, бұлт басып тұрған төбесін, жападан жалғыз қалғанда, әкеңдей оған сенесің. Яғни, өзің төбесіне шығатын тауларда, сен жалғыз қалған кезде, ол саған әкең сияқты болады. Сен оған әкең сияқты сенесің. Бәрі де сенің отаның. Бойыңды биіктететін, рухына балап, атаның өлгенше сүйіп өтетін. Бәрі де ата-анамызда, туған туысымызда, жерде, суда, тауда, бәрі біздің туған отанымыз. Біз отанымызды құрметтеуіміз керек. Отан, оттан ыстық деген сөз бар. Сабақ түсінікті болды ма? Олай болса, суретті әдебиет каналына тіркеліп, достарымызды шақырайық.